Құрметті достар, егов порталында білім бөлімінде оқушыларымыздың үйірмелерге бару туралы мәліметі жарияланған болатын. Одан кейін бірқатар ата-аналарымыз, жалпы қоғамдағы өте белсенді азаматтар өздерінің сын пікірлерін білдіруде, менің ойымша орынды деп санаймын. Оқу-ағарту министрі ретінде өзімнің позициямды білдіргім келеді. Ең бірінші мәселе, оқу-ағарту министрлігі ашық министрлік. Сондықтан біз барлық мәліметке, қоғамға өзіміздің ашықтық позициямызды жалғастыра береміз. Екінші мәселе, біздің мемлекетіміз оқушыларымызға орта білімді тегін береді, сәйкесінше орта білімде, яғни мектептегі үйірмелер, соған арнайы мемлекеттік тапсырыс орналастырылады, яғни мемлекет қаржы бөледі. Енді оқу-ағарту министрлігі осы қаржының тиімді пайдалануы, оқушыға жетуіне байланысты ақпаратты ашық жариялайды. Ақпараттың жалпы шындыққа жанасуына байланысты мектептер жауапты, яғни ақпараттың сапалы енгізілуіне, мәліметтің дұрыстығына орта білім беру ұйымдары жауапты. Қаражат әкімдіктердің қаражаты, яғни әкімдіктердің бюджетінен бөлінетін қаражат. Сондықтан ақпараттың уақытылы, сапалы енгізілуіне жергілікті атқарушы органдар, оның ішінде мектептер, білім беру ұйымдарының жауапкершілігі бар, және қаржыландыру әкімдіктердің жергілікті бюджеті есебінен екендігін сіздердің жалпы естулеріңіз қажет деп білемін, сіздерге осыны жеткізгім келеді. Ең негізгі мәселе, бүгінгі таңда бізде әлеуметтік әмиян, яғни социальный кошелек жобасы жүзеге асырылып жатыр. Ол жобаны біз кеңейте береміз. Бүгінгі таңда балаларымыздың тегін тамақтануын ата-аналарымыз көре алады. Енді социальный кошелек арқылы жалпы ата-аналар осы еговтың білім бөлімі арқылы өздерінің балаларының тегін үйірмеге баруы, немесе ақылы үйірмеге бару, спорт секцияларына бару сынды ақпараттары қолжетімді болады. Біріншіден, біз жалған және формалды есептіліктің алдын алғымыз келеді. Екіншіден, мемлекет балаларымыздың дамуына қаржы бөліп жатыр ғой, сол қаржы тиімді жұмсалып жатыр ма? Ол қаржы оқушыларымызға жетіп жатыр ма? Соны ата-аналар арқылы нақты естіп көргіміз келеді. Үшіншіден, балалар үйірмеге бару арқылы, спорт секцияларына бару арқылы, шығармашылықпен айналысу арқылы әлеуметтенуіне жағдай жасап жатырмыз. Осы мақсатқа сапалы қол жеткізіп жатырмыз ба, соны білгіміз келеді. Сондықтан, менің ойымша, қоғам тарапынан біз біраз ақпараттарды естідік, қай өңірлер екендігін қазір талдап, сараптап бастадық. Біз бұл мәліметтерді зерделейміз. Құқықтық қорғау органдарына бұл мәліметтерді жеткізетін боламыз, себебі оқу-ағарту министрлігі жалпы қоғамға ашық ақпарат ұсынуды жүйелі түрде жалғастыратын болады. Біздің басты мақсатымыз әрбір мемлекеттен бөлінген теңге әрбір баланың дамуына тиімді жұмсалуы өзекті. Осы жолда біз кәдімгідей тыңбай жұмысты жалғастыра беретін боламыз.